Өмірдің мәнін кім білген, бір күні ұқсас бір күнмен, таң атса күннің батарын, білсем де бейғам жүрмін мен деп ақындарымыз жырлағандай, таң атып күннің батып атқанына бейғам қарап күн кешіп жатырмыз. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Мынау кеше ғана мектеп бітірген сияқты едік, кеше ғана универ бітірген сияқты едік, кеше ғана үйленген сияқты едім деп күннің қалай өтіп жатқанын білмей қалып жатырмыз. Қазірдің өзі аға болып қалдық. Аз күнде күн айналмай қарт болмайтынымызға кім кепіл? Соны бірде ойланып отырып, мынау қарт адамның, қария адамның кейпіне еніп, бір өлең жазғаным бар еді, қарттың мұңы деген. Сол өлеңімді оқып берейін, қабыл алыңыздар. Қарттық келіп, істен шығып аяғым, бір мүшеге айналғанда таяғым, тал бесіктен бағып қаққан адамға неге балам қамқорлықты аядым. Қарттық келіп, таңда ұйқы келмесе, ерте тұрып келін шайын бермесе, сен деп түнде ұйықтамаған адамың жараса ма аузы құрғап шөлдесе. Қарттық келіп, түстенгенде қасыма мән бермедің менің жейтін асыма. Саған тамақ шайнап берген аузым неге бәрін үнсіз отыр жасыра. Кәрілік кеп жастанғанда жаныма саған салмақ түсірдім ау тағы да. Саған өмір тілеп келген адамың қалай ғана бөгет болды бағыңа. Мүлде құлақ аспай қойдың сөзіме, қалай қарап жүрсің менің көзіме. Сиырға туған, бұзауға да туғандай, бәр айналып кеп жүрмесін өзіңе. Деп өлең шумақтарын жазған едім. Шынында да біз мынау әке-шешеміздің жейтін тамағына, көңіл күйіне, мына өмірдің арпалысымен жүріп мән бермей қалатын жағдайымыз көп болады. Сондықтан тірі кезінде қадірлеп бағалап қалыңыздар. Жейтін тамағына, шөлдесе шайына, ол бір азғантай ғана көңілменен қамқорлық болады. Соның өзі оларға көп демеу болады. Айтады ғой, қартайғанда өкпелегіш, дәметкіш келеді деп. Сондықтан балаңызға кукуруза кесеңіз, анаңызға да, әкеңізге де әкеңіз. Ол кісілер де қуанады сізді кішкентай сый-сияпатыңызға. Сондықтан құрметтейік. Ертең күн айналмай өзіміз қарт болатынымызды ұмытпайық. Ассалаумағалейкум уарахматуллахи уа баракатух.